Сәлем, достар. Бүгін біз мұхиттағы ең қызықты жануарлардың бірі сегізаяқпен танысамыз. Сегізаяқ өте ерекше теңіз жануары. Оның 8 ұзын қолы бар. Әр қолында көптеген сорғыштары болады. Сол сорғыштарының көмегімен сегізаяқ заттарды ұстап, қозғалып қорегін аулай алады. Сегізаяқтар теңіздер мен мұхиттардың түбінде өмір сүреді. Олар көбіне тастардың арасында немесе үңгірлерде жасырынып жүреді. Себебі олар қауіптен сақтануды жақсы біледі. Сегізаяқтың ең қызықты қасиеттерінің бірі түсін өзгерте алуы. Ол айналасындағы тастарға немесе маржандарға ұқсап, денесінің түсін өзгертіп жасырына алады. Бұл оған жауларынан қорғануға көмектеседі. Егер сегізаяққа қауіп төнсе, ол қою сия тәрізді сұйықтық шашады. Сол сия суға тарап, жауын шатастырып жібереді. Осы кезде сегізаяқ тез қашып кетеді. Сегізаяқ өте ақылды жануар. Ғалымдар олардың есте сақтау қабілеті жақсы екенін анықтаған. Кейбір сегізаяқтар қақпақты ашып, жасырылған заттарды тауып алады. Тағы бір қызығы, сегізаяқ өте тар жерден де өте алады. Оның денесінде сүйек жоқ болғандықтан кішкентай тесіктерден де өтіп кетеді. Сегізаяқтар ұсақ балықтар мен шаяндармен қоректенеді. Олар жемтігін қолдарымен ұстап алып жейді. Ана сегізаяқ өз жұмыртқаларын өте мұқият қорғайды. Ол жұмыртқаларын қауіптен сақтап, әрдайым жанында болады. Сегізаяқтар табиғаттың ғажайып жаратылыстарының бірі. Олар ақылды, икемді және өте қызықты жануарлар. Ал сен сегізаяқтың осындай керемет қасиеттерін білдің бе? Сонымен қатар сегізаяқтардың көру қабілеті де өте жақсы дамыған. Олардың көздері үлкен болады және суда өте анық көреді. Сол себепті олар қорегін оңай байқап, жауларынан тез жасырына алады. Сегізаяқтар жалғыз өмір сүргенді ұнатады. Олар көбінесе өз үңгірінде немесе тастардың арасында жалғыз жүреді. Әр сегізаяқ өзіне ыңғайлы қауіпсіз орын тауып алады. Тағы бір қызықты ерекшелігі, сегізаяқтың денесі өте жұмсақ болады. Оның сүйегі болмағандықтан ол тар саңылаулардан да өте алады. Бұл қасиет оған қауіптен қашуға көмектеседі. Кейбір сегізаяқтар өте терең суда өмір сүреді. Мұхиттың тереңінде қараңғы болса да, олар сол ортаға бейімделген. Табиғат оларға өмір сүру үшін ерекше қабілеттер берген. Сегізаяқтар өте епті жануарлар. Олар қолдарын өте шапшаң қозғалтады. Әр қолы өз алдына жеке жұмыс істей алады. Бұл олардың қорегін ұстауына және айналаны зерттеуіне көмектеседі. Ғалымдар сегізаяқтарды теңіздегі ең ақылды жануарлардың бірі деп санайды. Олар кейбір тапсырмаларды орындай алады және заттарды есте сақтайды. Бұл олардың басқа теңіз жануарларынан ерекшеленетінін көрсетеді. Сегізаяқтар табиғаттағы тепе-теңдікті сақтауға көмектеседі. Олар теңіздегі ұсақ жәндіктермен қоректеніп, табиғи ортаның реттелуіне үлес қосады. Теңіздегі әрбір тіршілік иесі маңызды. Сегізаяқтарда мұхит әлемінің ерекше бір бөлігі. Сондықтан теңіздерді таза ұстап, су жануарларын қорғау өте маңызды. Егер біз табиғатты қорғасақ, сегізаяқтар да өз өмірін қауіпсіз жалғастыра алады. Болашақта балалар да осы ғажайып жануарларды көріп танып біле алады. Сегізаяқтар табиғаттың нағыз кереметі. Олардың ақылды, икемді және ерекше жануар екенін білдік. Осындай қызықты жануарлар туралы көбірек білгің келсе, біздің арнамызбен бірге бол.